Сәлем балақай, бүгінгі жаңа тақырыпты үйренуге дайынсың ба? Ендеше сабағымызды бастаймыз. Алдымен каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі тақырып білім кітапта. Ендеше оқулықта берілген тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырмаға назар аударатын болсақ, балалар, ненің суретін көріп тұрмыз? Бірінші аққудың суретін көріп тұрмыз. Аққу деген сөзде неше әріп бар екен? 4 әріп және 4 дыбыс бар екен. Олардың екеуі дауысты. Қане енді буын санын анықтап көрейік. Ақ қу неше буыннан тұрды? 2 буыннан тұрды. Сонда аққу сөзі 4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын болды. Келесі торғайдың суреті. Қане торғай деген сөзді буынға бөліп көрейік. Торғай неше буыннан тұрды? 2 буыннан тұрды. Санайық. Неше әріп бар? 6 әріп бар. Ішінде 2 дауысты дыбыс бар. Келесі сөз тоқылдақ. Буынға бөлеміз. Тоқылдақ. 3 буыннан тұрды. Ішінде 3 дауысты дыбыс бар. Және 8 әріптен құралып тұр. Келесі астындағы тапсырманы қарайық. Ненің суретін көріп тұрмыз? Күн. Күн деген сөзді балалар біздер буынға бөле алмаймыз, өйткені күн деген сөздің ішінде бір ғана дауысты дыбыс бар. Ол сонда тек бір буыннан тұрады. 3 әріп, 3 дыбыс, 1 буын. Жанында тұрған мысықтың суреті. Кәне, мысықты буынға бөлейік. Мысық. Неше буын? 2 буыннан тұрды. 5 әріптен, 5 дыбыстан тұрды. Ішінде 2 дауысты, 3 дауыссыз дыбыс бар. Келесі бидай. Буынға бөлеміз. Бидай. 2 буыннан тұрады. 5 әріп, 5 дыбыс, 2 буын, 3 дауыссыз дыбыс, 2 дауысты дыбыс бар. Балақай, келесі тапсырмаға назар аударатын болсақ, бұл жерде әртүрлі заттар берілген. Бұлардың бастапқы әріптерін қосатын болсақ, соңында бір сөз шығады екен. Соны бізге буынға бөліп талда дейді. Қане ол сөзді бірге тауып көрейік. Бірінші тұрған бұл кірпі. Екінші тұрған ін. Бұл буынға бөлінбейді. Үшінші тауық. Төртінші алма. Одан кейін тұрған піл. Ол да буынға бөлінбейді. Енді осы сөздердің бастапқы әріптерін құрастырайық. Кітап. Сонда кітап деген сөз шықты. Кітап деген сөзді буынға бөліп көрейікші. Кітап. 2 буыннан тұрды. 5 әріп, 5 дыбыс, 2 буын, 2 дауысты дыбыс, 3 дауыссыз дыбыс бар құрамында.